Енді сіздерге қазір разворот алып үйретемін жолдағы. Жол кезінде сіздерде ең бірінші айтатыным, адам саспау керек, қорықпау керек. Себебі көліктен ішінде қорқатын шағы жоқ. Главное, өздеріңіз сақтансаңыздар болды. Және жол жүру ережесін бұзбауларыңыз керек. Міне, андай жасыл жанып тұр қазір, светофор. Бұл бірақ тек және оңға бұрылатындар. Енді бізге разворот алатын кезде, мысалы бізге дополнительный жаланды. Соны күтеміз. Және де айтатынмын, қалада негізде көбіне 60 скоростьпен шектеулі болады, бірақ мектеп немесе аурухана, көптеген балалар жүретін кезде жерлерде ол 40-20-ға түсуі мүмкін. Міне, нәрде де солға, оңға қарайсыз. Егер көліктер аз болса, біз парктың территориясына кіріп баратқандықтан бұл жақта көптеген балалар жүреді. Сондықтан сіздер скоростарыңызды 20-дан асырмауларыңыз керек. Мына жерде де пешеходный знак бар. Бұл пешеходның алдында міндетті түрде оңға және солға берулеріңіз керек. Және де міне осылай. Басадың ба? Неге айтамыз? Білмеймін, просто видео түсіріп осы бейдесіздер бар ғой. Мысалы мен аудиториям 17-18-ден 25 қой. Осы мен ортамен кетесіңдер. Басы қатырмай, солға, оңға керек емес. Егер де оңға бұрылатын болсаңдар, міне, оңға бүйтіп бұрасыңдар да, оңға өтесіңдер. Егер сендер солға бұрылатын болсаңдар, алдын ала білсеңдер, сразу осылай бірінші ортаға өтіп аласыңдар, біреуді арттан тексеріп, одан кейін сразу солға өтесіңдер. Былай, мысалы, былайдан аяққа кеп қап былай, резко бұрылу деген болмасын, жігіттер каканайыз бар ғой, былай. Ортада жүре берден болмаса, тыныш. Негізде, ең дұрыс жүрген ортада. Оңға өткен кезде тез оңға өтесің, солға өткен кезде солға өтесің. Қысынан жүру керек емес, міне, 60 па, каканайыз, 60-пен жүресің ғой. 56-58-пен, міне, дұрыс қой, осылай жүресіңдер. Енді сіздер көбіне жаңадан бастап үйреніп жатсаңыздар, картамен жүрген сіздерге кеңес беремін. Себебі ең баста қалада, мысалы Астана сияқты Алматы мегаполистерінде кейбір қиылыстар бар, который сіздерге қиындау болады түсінуге. Сол кезде карта сіздерге сол арқылы жаттайтын боласыздар. Мысалы бірінші рет бір рет картамен өтсеңіздер, екінші рет оны өздеріңіз өте аласыздар. Өздеріңізде картасы өте аласыздар. Енді ешкім бәрін біліп туылмайды ғой. Бәрі постепенно сіздерге опыт арқылы келетін болады. Ең бірінші көлікте опыт важный деп айта аламын. Мынандай кезде мысалы солға бұрылғыңыз келсе, сразу солға былай өтесіздер. Міне, мына светофорда міне солға, мына жерде біріншісі тек қана солға, екіншісі солға және тіке болса, осыған солға деп тоқтап тұрсақ болады бізге. Енді әнде светофор уже тоқтап жатыр. Біз енді күтетін боламыз осыны. Міне, және де бұрылған кезде уже бұрылып қойдық қой, болды уже. Тек үлгермей қалдыр, болды. Оны өздері көріп аласыздар. Алдында осылай бір X7 ма бір қымбат басы кіретса, көттерді қысып жүресіздер ғой, бір 10 метр ма арты. Жасыл уже мега деді отыр, сразу сіз тормоз басатын болсын. Мынандай қымбат машина тұрса, тыныш тұрыңдар да. Міне осылай жерде тоқтап қалсаңдаршы, болды. Сен тормоздан аяқ жібермеңдер. Болды. Өшір болды, жауы. Не айтатыныңды білмеймін сөйле. Жұмыртқа ашты. Мынау бізде бәйтерек. Міне. Қойсай, видео түсіріп отырып қой. Там видео көріп, знактар бар, сонымен қарау керек деп әңгіме айтасың ғой. Знак айтсақ болады екен ғой, Там знактар түсіріп жатырмын, сол әдейі жақындатып. Міне, қараңыздар, мынау знак. Бұл знак біз көлік құралын бұл жерге қоюға да болмайды, және уақытша да қоюға болмайды, тұраққа қоюға болмайды, және уақытша да қоюға болмайды. Дәл күнге қаратып қойғаның ше сенің де. Көрінген жоқ қой шаны.
міне мынау парковка заң түрде парковка қоюға болады осы парковкаға. Бірақ біз қоймаймыз. Платный потому что. Міне бұл знак бұл сен қойсаңдар бұл де бұл знак көлікті қоюға да парковкаға және де уақытша қоюға да болмайды. Ана знак болмайды ше, просто ше біреулік ше. Оған уақытша қоюға болады, бірақ парковка тұраққа қоюға болмайды. Соны көрсетейін деп едім. Міне. Және де мына белгі бұл тек қана оңға бұрылуға болады деген белгі. Және де главный сіз емес, сіз кетіп бара жатқан адамдарға жол берулеріңіз керек деген белгінің бірі. Міне былай оң жақ белгіні қосып қоямыз. Және егер де бізді біреу жіберсе, сол кезде сол кісілер арқылы кіруге болады. Сіз көліктер көп кезде де тасталуыңыз керек. Еріскен аяққа керек болса, поворотқа қасыр, бағанағыдай осылай. Міне, тұра қаламыз, болды. Болды, жама.